Еркебұлан, жеңісің құтты болсын. Өзің сіздерді алдында кеше айтқандай бірінші раундта бітіремін деп эмоциямен бөлісіп кетсең. Ассалаумалейкум! Мынау не дейсіздер ғой? Мен қазақтар қасында деймін. Сол үшін қасында ешкім. Біз қасындымыз сіздер, не только бойда, любой жерде, өнерде де, бизнеста да. Біз всегда қасындымыз, қасында болып қаламыз. Соны ұмытпайық. Ұзақ та біз қасында болып қаламыз, қасында болып қаламыз. Енді өзің кішкене бізбен пландармен бөлісіп кетсең. Бізде болашақта октябрь айында, Құдай қаласа, Ташкент қаласында турниріміз өтеді. Соған байланысты дайынсың ба сол келесі турнирімізде өнер көрсетуге? Келесін бір апта демалып оларға айту керек. Негізі бірақ дайын ғой. Октябрь, давай, осы соңғы ойдан кейін кішкене пауза аламын, демаламын ба деп. Мына эмоцияны көрдім, наркотик болды ма эмоция? Почти енді жігіттер қыздар ренжімеңдер, тез болғанда почти тегін төбелесіңдер. Ақшам бәрі келді лечениеге. Сондықтан тегін болғаннан кейін почти тез төбелге тура келді. Аллаға шүкір болды. Жасқанның мамасы операция жасап алды уже. Скоро қайтып келеді Қазақстанға. Әйтеуір бір пайдам тигеніне Аллаға шүкір. Құрметті алматылықтар, осыған айта кетсем қосымша, бәрін білесіздер. Жақында бір-екі ай бұрын біз Еркебұланмен келіскен кезде ол гонорарынан сол ауырып жатқан өзінің подписчигінің мамасына ақшасын берді. Я бы еще хотел бы здесь добавить, что, Артем, можно минуту? Здесь у нас в зале присутствует особый гость. Пожалуйста, я бы хотел бы, чтобы все вы поприветствовали Умара Назаровича Кремлева, благодаря которому непосредственно тот самый гонорар был выдан. Мы помогли той самой маме, и я уверен, что она в ближайшее время вылечится. Рахмет, Артем.